Ассалаумағалейкум құрметті өнер сүйер қауым. Бүгін біз әнші, жыршы, сорып салма ақын әрі шебер күйші болған Құмар Әбуғалиұлы туралы айтатын боламыз. Құмар 1886 жылы Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ақкөл деген жерде туған. Арықтау тұлғалы, түсі сары, жирен мұртты кісі екен. Құмардан бізге бәйге оба Құмардың термесі атты шығармалар жетті. Құмар Әбуғалиұлы Қазақстан Республикасының халық әртісі Ғарифолла Құрманғалиевтің негізгі ұстазы болып саналады. Сіздердің құрметтеріңізге Құмардың термесін орындап берейін. Жалғыз қазы ұрмысой, болдырмай басын таратама. Біразырақ ой желейін, әлеумет жырдың ай көрмедім ой. Ұнаса сөзім ау халқыма не, құлақтансың азамат. Сөзімді оқтымдағын, заманың туды бостанды. Бірліктің туы орнағын, заманға туған ақынмын. Бағында тұрған бұлдай, қызылда тілім сайраған. Шығарайын өнерді, білгендіктен жөн болмасы, ешкеде сақтап жинаған білімнің нұры қайнаған, заманға туған жастар келбес қозған жүректі ауыздығын шайнаған. Жасасын халқым кемеңгер, айында даңғыл жол салып, бірлікке елді баудаған жігерлі жастар ұйымдас, гауһарда тастай жайнаған. Заманға туған сұңғарлар, қош болсын қолдарын, қайырлы болсам халқыма, жаңадан өмір ай жаңазаң. Жігерлі асыл жастарым, ұмтылып алға талпынып ой, білімнің жолдай қуанып кең жиылған бұқара. Ардақты асыл азамат, ата бабау жолымен, қажымас күш қайратпен сәулеттің